Ассалаумағалейкум. Бүгін 8 наурыз, күн жексенбі, Шымкент қаласы Текесу ауылындағы Нұрмахан бауырымыздың қорасынан сатылатын қошқарлары бар. Және де осы қораның обзорын түсіріп жібереміз. Қораны түсіріп жібереміз. Қораның арасы нешеге неше бас қошқар сияды. Соның бәрін қазір осы видеода айтып кететін боламыз. Видеоға лайк басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де комментарийде өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Ал ендеше бастайық. Алдымен осы қошқарларды айтып кетейік. 90 бас қошқар бар екен осы орада сатылатын. Енді бұның бағаларын қанша дейміз бұлардың? 110 мыңнан деп жатыр бағаларын. Бағалар 110 мың теңгеден. Бұлар неше айдан бері жем жеп тұр бұлар? Қораға кіргеннен неше күн болды? 3 ай төңірек болды. 3 ай болды. Таза. 100 күн болды. Мына осылар қанша келе беріп жатыр осылар? Бұлар арасында әртүрлі. Бұна ішінде бір дөуі бар. Осы ма? 40-тан жоғары шығады. Оның тұрғанына бір 6 айдан асып қалды бұл қошқардың тұрғанына. 2 дөу қошқар бар арасында. Қалғандары 30-ның төңірегінде береді. 30 килограмм, 28. Екіншісі мынау ма? Екіншісі сол. Осы қошқар. Бұл 6 ай, 7 ай болған бұл 2 қошқарға тұрған. 3 айдан асқан, бағасы 90 бас жалпы, иә? 90 бас. 90 бас. 110 мыңнан сұрап жатыр. 110 мыңнан саудасы бар. Баға келісімді. Мекен жайы Шымкент қаласы Текесу ауылында тұр. Мына жақтағыларды көрсетіп жүрейік, мына жақтағыларды. Жалпы бір айналдырып жүрейік. Қоранда әдемі өстеген екен. Ақырларын қойын биік қылып. Бұлар не жеп тұрды бұлар? Не жем? Қазір не жем жеді? Не шөп жеді? Бидай ғой, таза бидай туралған, қайнатылып берген. Қазір турап беріп жатыр. Бидай не ма? Дробилкадан өткен. Дробилкадан өткізіп, содан беріп жатыр. Әрі оны қайнатасың ба? Әрі қайнатып береміз. Әрі қайнатып бересің. Осы 90 басқа күніне қанша кетіп жатыр? Жем қанша кетіп жатыр? Біз шелекпен есептейміз. Мына бір шелек осыған. Мына. Осы жерде тұратын. Мынаған дейін, а? Иә. Қанша кетеді осыларға? Осыларға 15 килолық шелекпен қайнатылып беріледі. Осыған салынады да, короче. 15 килолық шелекпен ішіне салып па? Иә. Күнде неше мезгіл? 2 мезгіл ма? 2 мезгіл жеп. Шөбі бар, 3 мезгіл. Жоңашқа, таза жоңашқа береді. Мына размерін айтып бересің осыны, дәл осыны. Дәл осының размері. Мына тұрбадан, мына тұрбаға дейін. Бұл 4 метр. 4 метр, осындай нешеуі бар? Осылай 8 бар. 8 бар, ә? Анадан санағанда былай қарай 8 бар екен. Әрқайсына қаншадан пример есеп бойынша да? 13 бас сияды негізінде да. 13 бастан ба? Кішкентай кезінде. Ал уже дөу болған сайын уже 10 бас болып қалады кейін. Өскен сайын дөу 10 бас болып қалады. Қазір 13 бас тұрған жоқ, қосер? 13 бас тұр ғой жерде? Иә, 13 бас қой берді. Дөу келген сайын уже ауыстырамыз ғой, былай лақтыра береміз да. Симай қалады, мыналар қазір жемге не алатын болса, таласып қалады да. Орындары. Әрқайсында әртүрлі, бір-бірінің астынан өтіп кетеді анау қораларын. Мына астынан ба? Астынан өтіп кетеді. Бір-бірінің ағашының арасынан ба? Бір-біріне лақтырып отырамыз, төбелескенде былай лақтырып отырамыз. Барлығы қошқар. Жай өзіміздің қойлар ғой? Иә, өзіміздің. Өзіміздің қойлардан, ә? Местный. Местныйлер бәрі бірен. Нені айтып кетейік, мына размерлерін ше? Мына 100 литрлік почка ма мынау? Иә, менің өшісі 200 литрлік. 200 литрлік ба? 200 литрлік, майдың. Мына 1, 2, 3 кеткен ба? 3 болғанда ортасынан кесілген, 1,5 кеткен ғой. 1,5, иә, 1,5 200 литрлік почкан. Біреу анаған кетеді, арға қораға кетеді. Мына мынадан былай қарайды. Бір бочка сыйып тұрды, бір бочка. Кейін асты не қылған деген, асты? Иә, тазалау. Тазалау оңай болсын деп па? Тазалау оңай. Ет қошқарлардың үстіне сіңдейді да, истерші. Анау
тезектері нелері қиылар астына түсіп кетеді екен астына. Анда рейка ма? Рейканың арасы қаншадан болды? 2 сантиметр ғой. Арасы 2 сантиметрден. Анау тұз ғой деймін анау. Тұз. Арасы 2 сантиметрден қойылған рейка. Рейка қандай? Алтылық па? Бұл арнайы істетілген рейкілер ғой. Өзім тілдіріп алған. Сәл дәулеу сияқты да мынау? Иә, бұл 6 емес, бұл 7. 7 ма? Иә. Қалыңдығы 7. 7-ге 5 па? 7-ге 5 деген рейка. 7-ге 5. Тілдірілген да, кесілген. Осыны. Биіктігі қанша қораның мына? Биіктігі 7 сантиметр. Биіктігі 70. Міне осындай қора салсаңыздар да болады екен. Асын тазалап алғанға ыңғайлы. Асын қанша уақытта тазалап аласың? 4 сағат тазалап. Неше күнде тазалап отырсың деп жатқан ба? Күн сайын тазалап отырамын өзіме. Күн сайын, күн сайын 4 сағат уақыт келеді тазалауға. Суды қалай бересің суды? Су артында әрқайсында бөлінгендер бар, құйып қоятыным бар. Аларға анда 200 литрлік немен бочкамен қойып қоямын, үстіне құйып қоямын. Андай оқшы. Мынамен ба? Осымен құя бер. Осын қойып қойып? Құйып шыға беремін. Кран мына тұр? Иә, кран алда тұр. Шлангымен қосып құя бересің, иә? Любойын ақырып құйып беремін. Ішіне кран кіргізген екен. Қораның бұлай размері, жалпы қораның размері. 10-да? 10-да 30 деген размер. Былайнан 10? Ұзындығы? Былайнан 30. Ортасының биіктігі қанша? Биіктігі 5 метр ол. 5,5 метр. 5 метр. Ортадан желі келіп тұратын істеген екен арнайы. Іші салқын, бұл жазда салқын болып тұрады дейді іші. Үстіне лай тасалған екен, лай. Қамыс тасалған ба? Қамыс емес, таза лай ғой. Лай ма? Үсті ар жағы не ма? Профнасил ма? Иә, профнасил. Профнасил үстің жағы. Жаздың анда не болып тұр? Мынау ортаның арасы қанша мынау? Бұл ара 2,5 метр ғой. Жоқ, мынадан бастап па? Неден бастап? Мынадан бастап па? Ақырын арасы 2,5 ба? Мынау примерно қанша шығады? 50 ма? Жалпы таза. Мынау 60 ғой. Бұл таза несі 3 метр болу керек қойынша. Жалпы есебі 2 стойканың арасы. 3 метр. Жақсы. Қора соғылғанына 3 жыл болды, 3-ші сезон ғой қошқарлардың. Содан бері тұрмасты? 3 жылдан бері тұр екен. Асын орнын ауыстырып отырасың ба қойларды? Иә, бұлар қазір. Қазір осылар сатылады, орнына таңа кіргізесің ба? Келеді. Бұлар шетіне бөліп не алмайсың ба? Бөліп? Бәрі бір сатқаннан кейін кіргізесің ба? Иә, общий сатылады, содан кейін кіреді. Осы қораға кірген кезде сәл дәрілер беріледі ма? Иә, беріледі. Неге қарсы да? Иә, беріледі. Шек-құртқа дәрі, альбендазол беріледі. Сосын укол биткенеге ивермек салынады бұларға. Сосын витаминдер, бір витамин бар, соны В12, соны ұрамыз, аппетит ашу үшін. Қалған болды, укол салынбайды ағарай. Болды, сонымен бір кірген кезде, тек бір рет қана ма? Бір рет, одан кейін, бір айдан кейін қайттан шек-құрттың дәрісін береміз, екінші қайталған. Одан кейін болды, ешқандай тентек, ондай нәрсе шықпайды. Бұған андай қосымша бермейсің ба? Андай болады қосымша? Қосымша жоқ, таза не ғой. Нөмір 8705 402 6595. Мекен жайын айтып кет? Мекен жай Шымкент қаласы Текесу елді мекен ол. Бұлай жеткізу жағы жібере аласың ба? Иә, жібере береміз ғой. Ол жағы бөлек па? Жеткізу жағы өздері төлейді ма? Біреулер сұрап қалады да, мына қалаға жібере алады ма, жібере алмайды ма деп сұрап қалатындар болады комментарийда ше. Соған сұрап отқан ба? Яндекспен салып жібере береміз ғой. Өздері келе алмасаң ше? Иә. Қазір мен салып жіберуге болады. Жалпы қораны бордақлайым десеңіздер, қошқар бордақлайым десеңіздер, қораны осылай салсаңыздар да болады екен, ыңғайлы екен. Жаздың күні мұны биік болып тұрады, ар жақтан жел кіріп тұрады. Сетка қоршап қойған. Кейін қыстың күні, аяздың күндері ол жағын салафанмен, кленкамен жауып тастауға да болады. Кейін астын тесік қалған, астына қиылары астына түсіп кетеді, үстері сасымайды.
мына малақ болып тұрмайды да, таза тұрады, үстіне сидіктің иісі ұрып қалмайды. Едені де биік, астынан қиын тартып алғанға да ыңғайлы екен. Қораның ішіне кіріп тазалап жүргенше осы астынан ыңғайлап тырма сияқты темірмен тырма сияқты жасап алған, тартып отыратын қиларын. Тағы да осының бір жақсы жағын айта кетейін, мынау қойлар бөлек-бөлек болып тұрған кезде қойлардың ішіндегі ақсағаны, мысалға ауырып қалатын шөп жемей тұрғандары көзге бірден көрінеді, тез көрінеді. Ал егер де үлкен қораға қойды осынша 90 басты бірден қосып бергенде ауырғандары бірден көзге түспейді. Осылай тұрғанда ішінде ақсағаны бар, ауырғаны бар, көзге бірден түсіп, бірден ем шарасын қолдануға болады. Ал өздеріңізді осы комменттерде өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Видеоға лайк басып, WhatsApp чаттарға таныстарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Ал ендеше сау саламат болыңыздар.